Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз Алматыдағы жекеменшік мектептердің бірінде жас балаға жыныстық зорлық-зомбылық көрсету жағдайы туралы сөз қозғайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыз. Жас балаға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық жәбірленушінің әкесінің айтуынша Алматыдағы жеке мектептердің бірінде болған. Бұл туралы бір қатар бұқаралық ақпарат құралдарынан хабарлаған болатын. Біздің елімізде жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мен бұл іс туралы қорытынды жасай алмаймын, өйткені мен іс туралы сенімді ақпаратқа ие емеспін және оған қатыспаймын. Сонымен қатар, егер мен бұл іске қатыссам да, онда бұл жағдайда да істі жарияламау туралы талаптарды сақтауға міндетті болар еді. Оған қоса осы санаттағы істер бойынша іс жүргізу жабық тізімде өтеді. Осылайша осы қылмыстық істі абстракциялай отырып, білім беру мекемесінің міндетті балалардың мүдделерін басқалармен қатар жыныстық қол сұғушылықтан қорғау екенін атап өткім келеді. Егер мектеп әкімшілігі мен оқытушылар құрамы тарапынан өз міндеттеріне немқұрайлы қарай орын алса, онда тиісті реакция болжанады. Осылайша жеке мектептер өз қызметін лицензия негізінде жүзеге асырады. Сонымен бірге олар мемлекеттік мектептермен қатар заңның барлық талаптарына бағынады. Тиісінше бақыламағаны заң талаптарын бұзғаны үшін оның ішінде оса білім беру мекемесінің лицензиясын қайтарып алуды көздейтін жауапкершілік көзделген. Зорлаушыларға келетін болсақ, бұл қиын мәселе. Егер қылмыстық жасалған кезде кінәлілер 14 жасқа толса, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бірақ 14 жас жоқ болса, онда осындай бейімділігі бар балаларды тәрбиелеген ата-аналар өздерінің ата-аналық міндеттерін тиісінше орындамаған үшін аз ғана айыппұлмен босатылады. Ал мұндай жағдайларда есепке қою, уәкілетті органдар тарапынан қадағалау, жасалған әрекеттің ауырлығы мен салдарын ескере отырып, мұның бәрін жай сөзбен айтсақ, оңай емес мәселе. Сонымен қатар, егер бұл қылмыстық 14 жасқа толмаған адамдар жасаса, олар одан қорқады ма? Олар жасаған әрекеттің ауырлығы мен азғындығын түсінеді ме, жоқ па? Бұл даулы мәселе. Өйткені жасөспірімнің психологиясы ерекше және күрделі. ақш пен Ұлыбританияға қылмыстық жауапкершілік 7 жастан басталады. Алайда біз басқа елдердің тәжірибесін жай ғана көшіріп қоя алмаймыз. Менің ойымша жоғарыда аталған шет елдердің пенитенциарлық жүйесі мен біздің жүйенің арасында үлкен айырмашылықтары бар. Яғни, егер Қазақстанда ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша жауапкершілік жас шамасын төмендететін болса, онда кәмелетке толмағандықтарды бас бостандығынан айыруға, сотталғандармен жұмыстың нысандарын, әдістері мен мазмұнын қайта қарау қажет болады. Олар жасаған барлық қатыгездіктерге қарамастан, олар әлі де жасөспірім балалар болып қала береді. Мұндай мекемелердегі жұмысты ересектерге арналған қайғылы белгілі колонияларға ешқандай қатысы жоқ етіп қайта құру қажет. Әйтпесе, мұндай мекемелерден шыққан нашар әлеуметтенген қылмыстықкерлерген болу қаупін тудырамыз. Әзірге осы. Егер тақырып бойынша сұрақтар туындаса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Сіздермен бірге адвокат Таир Насханов болды. Ұнаса лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыз.